Ал айдар Арысқа келдім. Маманың туған күні кешке қарай ауылға қарай бару керек. Бізде жер туалет деген бар, білетін шығарсыздар. Сол мама телефон туалетке түсіріп алыпты. Сөйтіп туған күніне осындай телефон алдым. Кешке апарып беретін боламыз, көрейік. Магазинге келдік. Мынандай обязательно алып кететін сияқтымыз, бірақ мына түрі енді постоянно алып жүргеніміз, мынандайды бірінші рет көріп тұрмыз. 150 грамм дейді. Короче, бұрынғы алып жүрген нәрсемізді аламыз. Қазір көресіздер не жейді. Майонез, бахит, шақиын бәрін жинап алдым. Короче, қазір үйде бір сольный бір отырсын болады өзінің жеке меншік. Мен болса сол қыздармен жолығып, әңгіме айтып қайттым үйге. 11:30 болып. Негізі бүгін Түркістанға қарай шығам деген түн болып кетті. Мен қорқып қой, азында ерте шығайын деп жатырмын. Енді ертең азында бұйырса Түркістанға қайтам үйіме. Қайтпасам уже болмайды. Үйді де сағынды, қайтайын. Уақыт өтіп кетті, бір апта өтіп кетті достар. Мен осылай майда өтіп жатырмын. Бір апта болды десең. Үйге келдім. Үйге болғанда Шымкенттегі әпкемнің үйі ғой. Сестренкамның, әпкемнің. Ой, келсем, пельменді көрдіңіздер ма? Майдалап, күштілеп, түйетка түйгенін салам. Ар жақта сестренкам салат жасап жатыр. Молодец. Барлықтарыңызға рахмет. Үйде сен ішіп жатқандар да бар. Парацетамол ішіп жатқандар да бар енді. Не қалып болсаң қиындау да. Іштен іше алмайсың. Үшін давлением кішкене түсіп кетті. Басым ауырып 1,5 күн болды. Ибуфен ішіп алам қазір. Кофе ішіп алайын деп жатырық. Жабылайын деп жатыр екен то. Ойбай жаппай тұрады деп. Бір кофеңді бір айналайын деп. Вау, достар, қараңыздар. Клубника в шоколаде. Мынау знаете, прям супер екен. Ай, жазып жүрген. Өмір тәтті, ал балалармен одан да тәтті дейді. Ой, керемет, күшті. Балаларыма клубника в шоколаде алып берді ғой. Ұйықтап қалып тұрады балалар. Шыдамай ерте ұйықтап үйренген ғой балалар. Берса енді ертең жейміз. Ай, мен шыдамаймын ау қазір. Бір 5-6 ауым опырайын тұрмын, отырып алып. Күшті екен көрініп тұр, прям дәмін жем кеп батыр. Енді оформлениесі прям вау екен.